білім саласында мемлекетіміздің барлық салаларында дерлік реформалар жүріп жатыр. Білім саласы біздің еліміздің азаматтарының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін айрықша сала болып табылады. Біліктілік арттыру жүйесінде де көптеген өзгерістер жүргізілді. Қазір 78 сағаттық курстар, 80 сағаттық курстар, 100 сағаттық курстар, 120 сағаттық курстар, 160 сағаттық курстар, 3 айлық курстар, 460 сағаттық курстар және 640 сағаттық курстар пайдаланылды. Сындарлы оқыту теориясына негізделген деңгейлік бағдарламалар, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша курстар елімізде қолға алынуда. Ұстаздармен тек қана курс барысында ғана емес, курс аралық, курстан кейінгі көптеген жұмыстар жүргізілуде. Ұстаздардың курста алған білімдері қандай жағдайда пайдаланып жатыр, қандай бағытта пайдаланып жатыр, соны қадағалап тұрамыз. Біздің институтымыздың қызметкерлері бүкіл іс-шараларында облыстық білім басқармасымен бірлесіп, Нұр Отан партиясының Қызылорда филиалымен, ардагерлер кеңесімен, қалалық және аудандық білім бөлімдерімен, Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетімен, Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі қызметкерлерімен де тығыз байланыста жұмыс жасап отырмыз.